Мен есімім Айсұлу Жанбырбаева Маңғыт-қызы. 1968 жылы дүниеге келгенмін. Оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысында Келес ауданы Ұшқын ауылында дүниеге келгенмін. Ұшқын орта мектебінде оқып, тәлім алып, 10 жылдықты бітіріп, оқу орнына түсіп, мұғалімдік қызметімді 89 жылдан бастап атқарып келемін. Мұғалімдігімді, осы ұстаздығымды биылғы 20 жылдық бітіріп жатқан оқушыларды, түлектерді 1993-94 жылдары қабылдап алып, 4 жыл білім беріп, барынша тәлім тәрбие беріп, ортаңғы буынға шығарып салдым. Мінекей биылғы 20 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Сіздерге айтарым, түлектер, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Әрқашан еңбектеріңіз биіктен көрініп, жұмыстарыңыз алға баса берсін. Отбасыларыңыз аман болсын. Дендеріңіз сау болсын деймін. Вообще енді мынау қазір айтып жатсыз ғой, сол жылдары бізді оқуға алдым деп жатсыз. 93-94 жылдары бізді қабылдадыңыз, 4 жыл білім бердіңіз. Енді сол кезде, енді ол кезде балалық болдық қой біз енді. Балалықпен сіздің есіңізде қалған оқушыларды айтсаңыз, сол кездегі оқушылар есіңізде қалып қалды. Қазіргі күнге дейін соны ойлап, қазір есіңізге түсірсеңіз, бірнешеуін айтсаңыз, мынау мынандай болған еді, мына қыз мынандай болған еді деп айтсаңыз, өзіңіз естелігіңізбен бөліссеңіз. Өйткені бұл 20 жылдық, біз артқы 20 жылдықты есімізге алуымыз керек те, және соған қарай естеліктерді есімізге түсіруіміз керек. Сол жайында айтсаңыз. Иә, дұрыс. Енді ол кездегіде арадан қанша жылдар өтіп кетті ғой. Бірі есте қалды, бірі естен шығып кетті дегендей. Солардың енді есімде қалғаны әлі күнге дейін телевидениеден, немесе жаңағы ақпараттық газеттерден естіп қалған жағдайда, Ерлан деген баламыз бар еді, Қоңыратаулда тұратын еді. Көкпаршы, иә. Сабақтан әр көкпар болған кезінде сабаққа келмей қалса үйіне баратынмын. Сол кезде, неғып сен сабаққа келмейсің, неге оқымайсың, білім алсаң, үлкен оқу орнына түсіп, үлкен азамат боласың десем, ой, апай, мен көкпаршы боламын дегендей, мінекей атағы шыққан көкпаршы, қазақтың атын шығарып, қазақтың ұлттық дәстүрін жалғастырып келе жатқан жайы бар екен. Оны естіп, әжептәуір марқайып қаламын. Одан кейін Мадина деген қызым бар еді, Бердіқожаева болса керек. Ол өте сәнге құмар, бір әдемі болып жүргенді қалайтын. Қазірде міне енді сымбатты бір отбасының, көріп тұрамын көшеде, отбасының әдемі ұйытқысы болып, бірнеше баланың анасы болып, тату-тәтті өмір сүріп жатқан жайы бар. Одан кейін енді өзімді айтатын болсам, өзімде де қазақ тілі пәнінен көбінесе жаңағы оқы десем, тек математикадан қатты құмар едім. Бірінші математиканы тақтаға басын бастасам, дереу мән тауып қойып шығарып отыратын кездерің бар еді. Одан кейін Мадина деген қыз, тағы бір Мадина деген қызымыз бар еді. Өзін баябая ұстайтын еді. Енді айта берсем көп қой енді. Ол естеліктерді енді біз осы қазір сіздің видеоңызды көпшілік адам көріп жатыр, оған күліп алуы мүмкін. Сондықтан оның қалған естеліктерді біз сол тойға қалдырайық. Сондықтан қазіргі сіздің қысқа нұсқа бір тілегіңізді айтсаңыз. Тілегім, құрметті 20 жылдық түлектер, 20 жыл алдыңғы оқытқан оқушыларым, айтарым сендерге, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын, әрқашан биік белестерден көрініңдер. Қазақстанның туын әрқашан желбіретіп, жақсы жағынан көрініп, ойлаған ойларын жүзеге ассын, биіктерден көрініңдер деймін. Тағы да келесі тағы 20 жылдықта аман есен бас қосу баршамызға нәсіп етсін. Тағы да айтамын, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, ешқашан жамандық көрмеңдер. Жақсы, рахмет.